Бір нәрсені жақтырсақ та, уақыттың өтуімен оған деген ықыласымыздың әлсірегенін байқаймыз. Себебі бізде нәпсі бар. Міне соны білгеннен кейін де Аллах Тағала Ниса сүресінің 19 аятында: әйелдердің бір қылығын жақтырмасаңдар, сабыр сақтаңдар. Сендерге бір нәрсе ұнамауы мүмкін, алайда Аллах Тағала оның басқа жағынан сендерге ұнайтын нәрсені беруі мүмкін дейді. Қысқасы ол бұлай: сіздің әйеліңіз бар делік, бірақ тым көрікті болмауы мүмкін. Алайда бала шағаны көп тауып, жақсы тәрбие беріп, дәмдетіп, ас әзірлеп, жаныңызға жағымды жағдай жасай білейді. Немесе керісінше, асқан сұлу, алайда үй шаруасына келгенде олақтау. Барға қанағат ете білу керек. Себебі не десеңіз, о деңіз, кемшіліксіз адам жоқ.